Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз бүгін ғұндардың көрші мемлекеттермен қарым-қатынастары туралы өткен тақырыбымызды жалғастыратын боламыз. Сабақтың мақсаты Қазақстан территориясындағы алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің көрші елдермен қарым-қатынасын анықтау. Ғұндардың мемлекеттік құрылымы. Ғұн қоғамы 24 тайпадан тұрды. Мемлекет құрылған соң бұл тайпалардың жерлері 24 әкімшілік аумақтың бірлігіне айналды. Әскер аумақтық белгісі бойынша батыс және шығыс қанаттарға бөлінді. Ал сандық жүйе бойынша ондық, жүздік, мыңдық, түменге бөлінді. Бұл жердегі ондық дегеніміз 10 сарбаз, жүздік дегеніміз 100 сарбаз, мыңдық дегеніміз 1000 сарбаз, ал түмен дегеніміз 10.000 сарбаз. Ғұн қоғамы мен мемлекетін басқаратын 4 ақсүйек ру бірлестіктің негізін құрады. Олар ең жоғарғы лауазымдарға тағайындалды. Ғұн қоғамының рухани басшысы бас абыз болатын, жылына 3 рет тәңірге құрбандық шалып, діни салтанаттар өткізді. Тәңірге құрбандық шалуды халық жиналысы деп те атады. Өйткені халық жиналысында ғұндардың өміріндегі маңызды мәселелер талқыланды. Яғни, жан-жақтағы ғұн тайпаларының барлығы мерекені тойлау үшін бір жерге жиылатын болған. Мереке барысында ат түйе жарыстары өткізіліп, жауынгерлер күш сынасатын. Ғұндардың шаруашылығына тоқтайтын болсақ, олар мал өсірумен, сондай-ақ егін егумен де айналысқан. Қытай деректерінде ғұндар жылқыны және қой ешкіні көптеп өсірген делінеді. Иболга қаласына жасалған қазба жұмыстары барысында көптеген құрал саймандар табылған. Бұлар олардың егін егумен айналысқанын дәлелдейді. Оқушылар, біз өткен сабақта ғұндардың көрші мемлекеттермен қарым-қатынасына кеңірек тоқталған болатынбыз. Соны қайтадан еске түсірейік. Біздің заманымыздан бұрынғы 209 жылы дунқуларды бағындырды. Біздің заманымыздан бұрынғы 203-202 жылдары динлендер мен хақастарды жеңді. Біздің заманымыздан бұрынғы 165 жылы 30 жылға созылған соғыс аяқталып, Ючжи тайпасын толық талқандады. Қытайлармен 300 жыл соғысып, олардың алым салық төлеуіне мәжбүр етті. Оқу тапсырмасы. Ғұн қоғамы неше тайпадан тұрған? Ғұндар айналысқан шаруашылық түрлері қандай? Ғұн қоғамының рухани басшысы кім? Сұрақтарға жауап беріп болғаннан кейін кері байланыс жасаймыз. Бүгінгі сабақты түсіндім. Дәлелім, бүгінгі сабақ қиындық тудырды. Өйткені